Сәлем достар, бүгін 2018 жылғы ғарышта жоғалғандар атты ғылыми-фантастикалық фильмге шолу жасаймын. Жас бала басқа планеталықтың өмірін алып қалды, енді ол баланы барлығынан қорғайды. 2046 жылы жер адамдарға тұруға қолайсыз, сондықтан Робинсондар отбасына сәттілік түсіп, басқа планета Альфа Центаврға көшуге мүмкіншілік туды. Шу уақытында Мари мен Джон балаларының көңілін карта ойнаумен аулап отыр, себебі шаттл басқа планетаға жақындап қалды. Автопилот қауіпсіз траекторияны таңдап, жандарынан жанғыш космостық заттар өтіп, жолдары басқа жаққа ауысып кетті. Шаттл үлкен жылдамдықпен жерге соғылды. Отбасы сыртқа шығуға ұмтылуда. Эвакуациялық есіктен тек Питер шыға алады, ал қалған отбасы мүшелері қосымша есіктен шыққанша Уилл жаңа планетаны тамашалап тұр. Барлығы сыртқа шыққан мезетте шаттл барлық керекті жарақтарымен судың астына кетті. Отбасы қатты суықта қалды. Джон әскери адам, ол отбасымен жаңа жылды қарсы алуға келген. Бірақ метеорит құлағаны үшін оның жоспарлары өзгеріп, отбасымен бірге қалды. Әйелі Марин Джонның қорғаныш киімі тесілгенін байқады. Демек, ауа таза, демалуға болады. Қанша уақыттан кейін дулығаны шешіп, таза ауа жұтуға болады. Пенни басқа экипажбен байланыс орнатуға тырысуда. Анасы Мари балаларын тынышталдырып, бірақ ол жағдай мәз емес екендігіне сенімді. Түн жақындап келеді. Демек, температура 60 градусқа дейін төмендейді. Шаттл мұзға қатады. Отбасы да бұл суықтан аман қала алмайды. Джон суға батқан шаттлдың қыздырушы батареяны алып шығу қажет. Бірақ ол люкке тек ұлы Уилл ғана сыяды. Ол су мұзға қатқанша алып шығып үлгеру қажет. Джон баласын жіберуге мәжбүр. Джон баласына не жасау қажет екенін түсіндіріп жатқанда, үлкен қызы Джуди суға сүңгіп кетті. Ол батареяны алып жағаға шыққанша су мұзға айналып, қызды қатып қалды. Анасы Марин қызына оның қорғаныш киімі тұрақты температураны 5 сағат бойы ұстап тұратынын, ол уақыт ішінде амал ойлап табатынын айтады. Әкесі мұзды қолымен тесіп отырғанда, Уилл ұшып келе жатқан жақын маңнан магнезиум көргенін айтады. Демек, ол жанады. Қызды тезірек шығарып алу мүмкіндігі бар. Әкесі баласымен бірге магнезиум алып келуге кетеді. Анасы мен қалған Пенни әпкесін қолдау үшін әзілдерін айтып мұзды жара береді. Сонда да көз жасын ұстау қиын. Джон да баласының көңілін аулауда. Олар жеткілікті магнезиум жинап кеткелі жатқанда, Уилл тоннельге түсіп, сырғып құлап кетеді. Сол уақытта анасы аяғын жарақаттаған екен. Оның аяғы тас секілді қатып қалған. Мұзда қатқан Джуди дәрігер болғандықтан, Пенниге анасына қалай көмек көрсету керектігін түсіндіреді. Уилл есін жиып орманда оянды. Ол әкесіне тезірек жанына келуін сұрады. Бірақ әкесі қызын аман алу үшін бірінші қызын алып кейін ұлына келетін болып шешті. Себебі уақыт жеткіліксіз. Уилл жалғызда қалып, басқа планетаға өту үшін емтиханның қалай өткені жайлы есіне алып отырады. Ол уақытта анасы емтиханның жауаптарын сырғанын есіне алды. Ұлы жалғыз жерде қалып қоймас үшін Уилл орманның ішін аралай бастап кеме тауып алды. Кейіннен өртенген ағаштар және өзге планеталық роботты байқап қалды. Ол қорқып кетті. Сол уақытта әкесі жетіп, қызына көмек көрсетуде. Әйелі ұлын жалғыз қалдырғаны үшін ашулы. Уилл роботқа көмектесіп, ал ол оның өмірін аман алып қалды. Магнезия мұзды ерітуде. Бірақ жаңбыр басталып, от сөніп қалды. Джуди де оттегі таусылып жатыр. Отбасы қызын аман алып қала алмайтынын түсінді. Аяқ асты басқа планеталық роботпен Уилл пайда болып, робот қолымен мұзды ерітіп, Джудиді аман алып қалды. Осы уақытта басқа экипаждарды дәл осындай роботтар басып алып өлтіріп жатты. Өтірікші әйел доктор Смит киімін ұрлап жалған атты болды. Дон мен оның құрбысы және доктор Смит кемеден қашып үлгерді. Донның құрбысы аман қалмады. Өзге планеталық мұзды ерітіп, шаттлды жөндеп береді. Джон оған күмәнмен қарайды. Доктор Смит өлген қыздың аяқ киімін киіп алады. Себебі жер үшкір тастардан тұрады. Дон аман қалған тауықты өзімен бірге алып алды. Отбасы кеменің ішіне оралды. Оны қайта іске қосу үшін Джуди анасына 3D принтер арқылы протез жасап береді. Онымен анасы тіпті ақсамайды. Джуди өмірін құтқарған роботты кездестірді. Марин мен Джон басқа аман қалған экипажды іздестіруге шықты. Өздерімен бірге Уилл мен досы роботты алады. Қыздарына шаттлды қайта іске қосуды тапсырады. Ол уақытта Дон мен доктор Смит жазық далада отыр. Донның құрмысы өлмеген екен. Екеуі оны көріп қатып қалды. Пенни әпкесіне тәтті бәліш ұсынды. Шаттл үлкен дауыл болатынын хабарлады. Пенни шаттлды тез көтеріп, отбасын құтқарғысы келеді. Бірақ Джуди мұз әлсіз, шаттлды әлі көтеруге болмайтынын айтады. Пенни оны тыңдамайды. Қалған отбасы басқа экипаж кемесін табады. Онда адамдар өлі денелер де жоқ. Роботтан есінде не қалды деп сұрайды. Роботтың баламен кездескеннен бастап
ештеңе жоқ. Олар баламен кездескен жерге жолықты. Дон тауықты доктор Смитқа берді. Өзі құрбысын көтеріп алды. Олар түтін шығып жатқан жаққа шықты. Пенни шаттлды өзі жөндеп, әке-шешесін дауылдан құтқармақшы. Джуди қозғалмайды. Ол қатқан мұздан қорқып қалған. Пенни жолға өзі ғана шықты. Дон демалып отырып, екінші сигналды ракета жібереді. Жауап жоқ. Дауыл жақындап қалды. Құрбысын көтеріп жүре алмайтынын түсінді. Робот Мари мен Джонды кемесіне алып келді. Уилл роботқа доп ойнауды үйретуде. Доп кеменің астына домалап кетті. Ала берген кезде кемені ұстап, басқа экипаждарды роботтар өлтіріп жатқанын көзіне елестеді. Мари мен Джон басқа планетаның үлкен картасын тауып алды. Қорқып қалған Уилл орманға қашып кетеді. Робот артынан жөнелді. Уилл бұл роботтың басқалардан ерекше екенін түсінді. Бірақ робот кінәсін мойындап тұр. Робот Уиллге әрқашан адал қорған болатынын айтты. Дон құрбысымен үңгір тапты. Доктор Смит оларды қалдырып көмек алып келетінін айтады. Робинсондар орман ішіне келді. Дауыл басталды. Аспаннан жаңбыр орнына алмас тастар жауып жатыр. Олар үлкен тастың астына жасырынды. Қызы Пеннимен байланыс орнатып, ол тауып алу үшін робот жарық жақты. Бірнеше минутта отбасы қауіпсіз жерде болды. Белгі ракетасы қосылды. Джон оны байқап, дауылдан қорықпай, тірі қалғандардың артынан кетті. Доктор Смит шаттлға орналасты. Ал Дон белгі беретін ракетаны алып, доктор Смит қашып кеткенін түсінді. Бірнеше айлар бұрын доктор Смит немесе кім деп атауға болады, жерде басқа адамның кейпінде жүрген. Мари тезірек басқа экипажды тауып байланыс орнату қажеттілігін айтып жатыр. Бірақ отбасы шаршады. Олар демалып алуға бірнеше уақыт сұрап жатыр. Залда тек Мари мен доктор Смит қалды. Ол өзінің өтірік әңгімелерін айтып жатыр. Джуди әлі де өз-өзіне келе алмай жүр. Доктор Смит барлығы ұйықтап жатқанда ақпарат жинайды. Ол де ұйықтай алмай жатыр. Ол түсінде роботтың адамдарды өлтіріп жатқанын көреді. Ол тамақ ішу үшін асханаға келді. Смит онымен достаспақшы. Таң атып мұз шаттлды басып қалды. Олар шыға алар емес. Джон мен Мари ұрсып қала береді. Мари жағдайды ретке келтіру үшін бірге жұмыс жасауды ұсынады. Джон доктор Смит арнайы дайындықтан өткен. Оған маңызды жұмыс тапсыруымызға болады дейді. Мари барлығына жұмыс тапсырғанда Смит мазасыздана бастады. Себебі ол доктор емес, қашқын. Мари принтерге барып біреудің қару шығарғанын көреді. Ол Джонды шақырады. Соның арқасында ол суда жүзген жыландардан аман қалады. Джон қару шығармақшы болғанын айтады, бірақ қолынан келмеді. Енді оның кім жасағанын табу керек. Мари доктор Смиттен сұрайды, бірақ ол қару шығармағанын айтты. Ол Мариді мақтап әңгімені өзгертіп жібереді. Жанғыш май таусылып барады. Джон бакты тексеруге кетті. Пенни мен Уилл бөлшектерді тазалап жатыр. Робот аяқ асты бұрылып кетіп барады. Смит Мариден кемені тастап, қосалқы көлікпен неге кетпейтінін сұрайды. Мари олай тек қана бір ғана адам аман қалады деп жауап береді. Смит қашуға дайындала бастады. Робот бір уақыт бір қауіпті сезе бастады. Ол Уиллды складқа қамап, басқаларын ескертпекші болады. Джон залға келіп, жерге жыланды лақтырып жібереді. Мари жыланды тіліп, жанғыш майды осы жыландар жеп жатқанын түсінді. Оларда кедергіні шешу үшін 15 минут уақыттары бар. Себебі жанғыш май таусылса, кемемен ешқайда ұша алмайды. Құрал-саймандарды алу үшін Джонға складқа кіру қажет. Робот оны кіргізбейді. Уиллды қорғап тұр. Енді тек принтер мен қару шығару ғана қалды. Смит складта отырып өткенін есіне алып отыр. Пенни шаттлды тұзбен сеуіп жүр. Жыландар одан қорқады. Джон тағы бір жыланның көзін құртты. Шаттлға тағы мұздыққа құлап барады. Ал жанғыш май өте аз. Джон шаттлды дереу көтермекші. Бірақ Пеннидің айқайы тоқтатты. Ол жыландардың арасына құлап кетті. Джудиді ауыр шкаф басып қалды. Смит Уиллге есік ашуын талап етіп отыр. Джуди кедергіден өтті. Робот есікті ашып бергенде Смит қашып бара жатыр. Егер ол ұшып кететін болса, шаттлдағы отбасы аман қалмайды. Мари қозғалтқышты жөндеп жатқанда Смит келіп көмектесті. Ол Уиллды аяп кетті. Бакта 15% жанармай қалды. Ол ұшуға жету керек. Шаттл әуеге көтерілмейді. Жыландар тым көп. Джуди жанармайды жыландармен бірге төгіп жіберу қажет екенін айтады. Қалған қалдықпен ұшып кету керек. Іс жүзеге асты. Шаттл әуеде. Бірақ жанармай ұзаққа жетпейді. Жерге қонды. Мари Уиллге жүгірді. Ол роботты құшақтап тұр екен. Отбасы радио қосып, капитанның дауысын естіді. Ол ғарыштағы кемені жөндеп, жақын арада көмекке келетінін айтты. Оған Смиттен басқасының барлығы қуанады. Себебі қайттан оның қашқын екенін біледі. Робот Уиллге қауіпсіздік үшін қару береді. Уилл оны жастықтың астына жасырғанын Смит көріп қойды.